Біздің алтын кітап жазған. Сырты. Тамаша. İçini açayım. Çeşinin mi var? Keremet. Evet, doğru. Aha, işte. Oranın geri yüzü var. Bereke kutlu olsun. Ortak bereke. Çalıştıklarına düzelttirmeliyiz.
қасиет болған ауыл құт дарысын ортаймасын берген. Бас иmek баршаңызға құрметпенен, тергеуге ұрпақ үшін еңбектенген, қош келдің игі жақсы жайсаңдарым, ұстаз деген ұлы есімді кірмеппеген. Тергеген жүректерін әмәлдейлеп, санаймыз ұстаздарды әулиелеп, ескі саналған мамандықтан шығарған өздерін сүп тәрбиелеп. Сыпыту бағы білімнен бастау еді, сыпыту таусылмас жыл дастан еді, сыпытуға толықты 65 жыл ағайын құтты болсын тойларыңыз. Армысыздар ағайын құрметті кеш қонақтары, биылғы жылы кезінде облысымыздағы кәсіптік білім беру саласында алдыңғы қатарына саналған нөмірі 29-шы Ақжар кәсіптік техникалық училищесінің құрылғанына 65 жыл болып отыр. Ел экономикасын білікті адамдармен қамтамасыз еткен кәсіптік және техникалық білім саласы 65 жыл ішінде талай тарихи белестерден өтіп, бірнеше күрделі кезеңдерде бастан кешті. Бүгінгі жиынға нөмірі 29-шы Ақжар кәсіптік техникалық училищесінде қаржылы еңбек еткен есімдерді құрметпен аталатын ардагерлер, ұстаздар және кәсіптік білімнің қыр-сырларын үйреткен білікті мамандар қатысып отыр. Олай болса, баршаңызды білім ордасының 65 жыл мерейтойлық тоймен шын жүректен құттықтаймыз. Қасиетті туған жер тақырыбы топырағына келген қадамдарыңыз қайырлы да құтты болсын. Құрылғанына 65 жыл толып отырған нөмірі 29-шы Ақжар кәсіптік техникалық училищесі аудандағы ауыл шаруашылық салалары үшін бәсекеге қабілетті мамандар даярлады. Білім ордасында ауыл шаруашылық салалары үшін программист, миллионер, санитар, электр дәрігерлеуші, жүргізуші, құрылысшы мамандықтарын дайындап шаруашылыққа жіберіп отырды. 2025 жыл елімізде мемлекет басшысының бастамасымен жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланған баршаңызға аян. Бұл туралы Қасым-Жомарт Кемелұлы әлемдік Қазақстан заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты жолдауында жұмысшы мамандықтарын дәріптеу қоғамның еңбек адамға деген құрметін арттырумен қатар елдің экономикалық дамуын қамтамасыз ететін жұмысшы мамандықтардың маңыздылығын қайта бағалауға үлкен серпін береді деген болатын. Еңбекпен көркейтетін ескерсек, еңбек адамның қоғамда қашанда орны ерекше, абыройы биік. Бүгіндегі ендеше мерекедегі алғашқы құттықтау сөз Тарбағатай ауданының мәслихат төрағасы Қанағат Өмірхан Айкенұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, қадірменді ағайындар, құрметті ұстаздар. Бүгін міне Тарбағатай ауданының орталығы Ақжар ауылында орталық мәдениет үйінде мұғалімдер күні қарсаңында кезінде бүкіл облысқа, республикаға әйгілі болған Сыпыту 29 кәсіптік колледжінің құрылғанына 65 жыл толып отыр. Құрметті ағайын, қадірлі ардагер ұстаздар мен түлектер, бүгін біз үшін ерекше әрі қолданысты күн. Өйткені өз дәуірінде талай жастың жүрегіне білім мен еңбекқорлықтың дәнін сепкен, сан мыңдаған ауыл шаруашылық мамандарын өмірге қанаттандырған Сыпыту 29 оқу орнының құрылғанына 65 жыл толып отыр. Бұл оқу орны өз заманының нағыз білім ордасы, еңбек мектебі болды. Мұнда білім алған түлектер ауыл аймақтың экономикасын өркендетіп, туған жерінің игілігі үшін аямай еңбек етті. Ал олардың табысты жолының бастауы осы қара шаңырақтан алған алғашқы сабақтары мен еңбек тәрбиесі еді. Өкінішке орай, Тарбағатай ауданының орталығы Ақжардан Ақсуатқа ауысқан кезде осы білім ордасы жабылып қалған болатын. Енді ертеден кеш жоқ деп айтамыз, құрметті ардагерлер. Біздің жоспарымызда бар. Мына күзде бұйырса Әуезов атындағы орта мектептен қасынан 2 группа ашу жоспарымызда бар. Соған Алла Тағала жеткізсін. Аға жылдар салып, бүгінде біз өткенге тағзым етіп, ұстаздар қауымының еңбегіне құрмет білдіру үшін бас қосып отырмыз. Бұл өткенді ұмытпайтын, ұстаз еңбегін бағалай білетін елдің белгісі. Әсіресе Марат Жұманов ағамыздың басшылығы кезінде оқу орнының гүлденіп, жаңаша серпін алғанын ерекше атап өткен жөн. Сол кезінде Сыпыту 29 нағыз еңбек пен тәртіп мектебі, маман даярлаудың үздік орталығы болды.
қадірлі ұстаздар, сіздерді Тарбағатай ауданы әкімдігі және Тарбағатай аудандық мәслихаты депутаттары атынан адал еңбектеріңіз, шәкірттерге деген ыстық ықыластарыңыз үшін біз сіздерге алғыс айтамыз. Сіздерге зор денсаулық, амандық, ұзақ ғұмыр, еңбектеріңіздің жемісін көруге тілейміз. Құрметпен аудан әкімдігі және аудандық мәслихаты. Бірқатар мемлекеттік марапаттарға кезек беріліп, Тарбағатай ауданының еңбек ардагері төс белгісімен Ибраимова Бәтіш апамыз марапатталады. Қошеметтеріңізбен сахнаға өнер шақырылайық. Қошеметтер құрметті болыңыздар. Шықпастан түрді қолын сұраймыз. Жаным, керемет қуаныштамын бүгін. Осы сықты үшін жанымызды бір Иисусқа сабақ беріп жүргенден біздің мұғалімдер керемет дайындады. Оны біздің Иисустың ақырғы курсында оқып жүргенде 1964 жылы аждан сосын мына Қазина Айманды, Тоқады, Жомағұл, мені төртеумізді осы сыптуға сабақ берсін деп алып кеткен. Сол кезде барлық күшімізді салып дайындалып, институт қаласын дайындағандай болды. 1984 жылы айда кетейін, институттар көрсетпеген. Конго жетісіне проблем болыстан келгенде, мен сабағына қатысады дегендей, ау, сеніңіз, тұнды қой дейді ғой. Соның күліп қойдың басына операция жасап көрсетіп, өте жақсы шығып көптірді. Балаларға, оқушыларға алсақ беріп практика. Автобусқа келіп, қойшыларды аралап, қойлардың ішін жарып, соның бәрін адамды қалай оқытсақ, мағыда солай. Көп рақым. Қорқасын өткенсіз сақта түрінде қаласыз. Дәл осындай Тарбағатай ауданының еңбек ардагері төс белгісімен Қажаева Фарзан апамыз марапатталады. Қошеметтеріңіз әжелерімізге. Еңбек ардагері төс белгісімен Шырғайбаева Дәмин апамыз марапатталады. Ауданның экономикалық дамуына қосқан үлесі төс белгісімен Жүнісбеков Сайбауымбек атамыз марапатталады.
экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін төс белгісімен Зарипов Қуанды атамыз марапатталды. Естественно, можно будет сложность. Келесі сөз Қарапатайлар бойынша бөлімі әдіскерлік кабинет меңгерушісі Рахимбай Ғалымгүл Мырзахметқызын сахнадан шақырыңыз. Құрметті ағайындар, қадірлі қонақтар, қымбатты ауылдастар. Бүгінгі басқосу ауыл тарихында ерекше сәттердің бірі. Себебі осыдан 29 жыл бұрын ауылымыздың қақ ортасында еңбекке баулып, елге қажетті сан түрлі кәсіп иесін дайындаған СПТУ нөмірі 29 кәсіптік техникалық училищесінің ізімен негізін еске алып отырмыз. Бұл оқу орны қарапайым бір ғимарат қана емес, ол талай жасқа үміт сыйлаған алтын ұя. Еңбек адамының қадірін ұғындыратын көл мектеп еді. Тракторист, шопан, механизатор, дәнекерлеуші, шайыр, аспаз секілді сан алуан кәсіп иелері осы қара шаңырақтан түлеп ұшты. Олар ауыл шаруашылығында, өндіріс саласында негізгі тірегіне айналып, туған жердің өркендеуіне үлес қосты. Өкінішке қарай 1996 жылы бұл училище
өзгеше дамыды. Дегенмен ол берген білім, тәрбие, еңбекке деген құрмет ешқашан жоғалған жоқ. Бүгінде осы оқу орнын бітірген шәкірттердің біразы ел ішінде абыройлы еңбек етіп жүрсе, кейбірі алыста жүріп, туған жердің атын асқақтатып жүр. Ал оларды тәрбиелеген ұстаздардың бейнеті мәңгі ел есінде. Қадірлі ұстаздар, сіздердің кәсібиліктеріңіз, әр шәкіртке деген қамқорлықтарыңыз, еңбек адамына деген құрметті ұрпақ саласына сіңіргендеріңіз бүгінгі күннің ең асыл құндылығы. Өйткені нағыз байлық адам еңбегі. Ал сол еңбекті сүйетін маман иесін тәрбиелеп шығаратын ұстаз еңбегі өлшеусіз. Осы игі кездесуді ауылымыздың рухани өміріне де ала орны ерекше. Бұл өткенді еске алу ғана емес, болашаққа сеніммен қарау, жас ұрпаққа өнеге қалдыру, білім мен еңбекке құрмет көрсету мерекесі. Аудандық білім бөлімі атынан баршаңызды бүгінгі тарихи шарамен шын жүректен құттықтаймын. Әр шаңыраққа шаттық, әр отбасына береке бірлік, зор денсаулық тілеймін. Ал СПТУ нөмірі 29 кәсіптік техникалық училищенің ұстаздар мен түлектерінің еңбегі ұмытылмай, кейінгі ұрпаққа үлгі болып қала берсін. Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімі құрметті Көшкентаева Асия Көшкентаевнаға сіздің мұғалім күні кәсіби мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз ұрпақ тәрбиесіне өлшеусіз үлес қосқан білім мен парасаттың, шыдам мен ізгіліктің жарқын үлгісі бола білген құрметті тұлғасыз. Сіз білім беріп қана қойған жоқсыз. Жас ұрпақты адалдыққа, еңбексүйгіштікке, отансүйгіштікке баулып, өмірге жолдама бердіңіз. Бүгінгі қоғамда өз орнын тауып, елдің дамуына үлес қосып жүрген талай азамат сіздердің тәрбиеңіздің жемісі. Бүгінде білім саласындағы жетістіктердің бастауында сіздердің зор еңбектеріңіз жатыр. Қазіргі ұстаздар қауымы өздеріңіз салған сара жолға сүйеніп, еңбек етуде сіздердің өнегелі өмір жолдарыңыз кейінгі жас ұрпақ үшін әрқашан үлгі болып қала береді. Бүгінгі мерекеде денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, жарқын көңіл күй тілеймін. Әрдайым ел алғысына бөленіп, құрмет биігінен көріне беріңіз. Басшы Самал Дауылбаева. Осы енді сапарға кетуіне байланысты маған табыстау өзге боламын. Байымхан Бедова, Тәтіпхан Нұрғалиевна марапатталады. Құрметті қошеметтеріңіз. Көп рахмет, марапатыңыз өтеше. Естелік тұрғыда сөйлеткен сұлаңыздар. Қазір оқу әкімінің атынан алғысқа табыстау үшін бас маман кеңесімен дәулет уақылын сағаты шақырамыз. Қадірлі ардагер ұстаздар, бүгінгі жарық күн сіздерге арналған мерейлі мереке, өмірлеріңіз өнеге, еңбектеріңіз елдің мақтанышы. Сіздер қалай жүрекке білімнің нұрын, мейірімнің жылуын септіңіздер.
сол шәкірттеріміз бүгінде елдің қызмет етіп, сіздердің салған сара жолдарыңызды жалғап келеді. Ұстаз уақытты емес, ұрпақты тәрбиелейді. Ғана халқымыз айтады. Сіздердің әр сабағыңыз, әр ақылыңыз ұлттың рухани қазынасы. Осыны айта отырып сіздерден Ақжар ауылдық округ әкімі Дәулет Қорғау атынан алғыстан табыстау рұқсат етіңіздер. Алғыстар. Құрметті Ұяқбаев Әскербек, сіз Ақжар кәсіптік техникалық училищесінде еңбек етіп, талай шәкірттің өміріне бағыттар беріп, саналы да білімді ұрпақ тәрбиелеуге өлшеусіз үлес қостыңыз. Ұрпаққа берген тәлім тағылымдарыңыз бен адал қызметіңіз үшін сізге зор ризашылығымызды білдіремін. Еңбегіңіздің жемісі бүгінде ел игілігі үшін қызмет етіп жүрген шәкірттеріңіздің жетістігі. Ұстаздық жолдағы адал еңбегіңіз әрдайым ұлықталып, өнегелі ісіңіз әрдайым жас ұрпаққа үлгі. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілеймін. Омарбекова Айгүл Қабылсамет Қошеметтің отырысынан Нәбісінің мәлімдегі алғыс хатымен Тексубаева Разия апайымыз